жаңадан 1923 жылы Нарын районына қарасты Құланақ айылында туылған. Айылдық мектепті 9 класты бітіргеннен кейін 1941 жылы ұлы атамекендік соғыс басталып, армияның қатарына шақырылған. Украина, Молдавия бағытындағы фронтторда пулеметчик болып, bir қатар ор салғыласулардың қатысушысы болған. 1944 жылы өз айылына қайтып келіп, соғыстан кейін Құланақ колхозында бухгалтер, ферма басшысы, қампатшы болып 67 жасына чейін басқа жақтан көп шақырып болғанына қарабай істеп жүріп ардақты пенсияға шыққан. 2014 жылы 5 мартта 95 жас құрағында қаза болған.